Достар, видео бастамастан бұрын сіздерге Аско ТВ дейтін керемет каналды ұсынғым келіп тұр. Бұл жігіттің каналында достар сіздер неше түрлі қызықты видеолар көре аласыздар. Майнкрафттан және тағы да басқа ойындардан. Обязательно тіркеліңіздер каналына, өйткені видеолар өте қызықты және сапалы. Және достар, Аско ТВ-дің каналында конкурс жүріп жатыр. Мың подписчикке бірінші орынға 800 теңге береміз дейді. Екінші орынға, үшінші орынға, төртінші орынға, бесінші орынға да өздерінің сыйлықтары бар. Так что, достар, обязательно қатысыңдар мұндай конкурсқа, бәлкім бірдеңе ұтып аларсыздар. Аско ТВ-дің каналы, достар, описанияда болады. Давайте, достар, тіркелейік. Бұл жігітті, достар, бір қуантып жіберейік. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Естерінде болса, 2 ай бұрын мен арнамда 5 сүйікті ойыным деген видео болған. Егер де көрмесеңіздер, қараңыздар, мен ссылкасын описанияда қалдырам. Ал ендігі кезеңде, достар, мен сіздерге өзімнің 5 сүйікті фильмім туралы айтқым келіп тұр. Егер де сіздерге бұл қызық болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар. Давайте, достар, бұл видеода 2000 лайк жинап тастайық. Сосын бәлкім сіздерге қызық болса, мен өзімнің 5 сүйікті мультфильмім туралы айтатын болармын. Ал енді давайте бастайық. Кеттік. Айтып қойың, достар, негізінде мен ұнататын фильмдерім өте көп. Мынау тек солардың ішіндегі тек еске сыраз келгендері, және де ең ұнағандары, ең көп эмоция келгендері деп айтуға болады. Ал достар, 5-ші орынға мен осы жыл бұрын Марвелдан шыққан Логан фильмін қойғым келіп тұр. Себебі бұл Марвелдің басқа фильмдеріне қарағанда өте қызықты және серьезный шыққан деп те айтуға болады. Люди Икстің фанаты болған емеспін, Логанның фанатта болған емеспін. Бірақ осы фильмнен кейін Логанға деген көзқарасым біраз ауысты. Бұл фильмде Логанды біз жаңа жағынан көре аламыз. Ол тек жай ғана өте өткір тырнағы бар, бәрін өлтіретін мутант емес, ал шынымен де адамдық қасиеті бар, өзіндік алаңдауы бар адам болып көрсетіледі. Фильмді қарағанда шынымен де Логан үшін алаңдайсың. Оның өмірі саған немқұрайлы болмайды. Фильм өте сапалы түсірілген, визуалдық жағынан вообще сөзім жоқ. Экшн сценалары өте керемет аз болса да, бұл фильмде өте қатты өлтіру, жестоки сценалары өте көп. Логан адамдар тырнағымен қырғаны өте эпично, реалистично жасалған деп айтуға болады. Осыған дейін фильмдерде әрқашан өлтіру сценаларын дұрыстап көрсетпейтін, қанды алып тастайтын, өйткені балалардың психикасына жаман әсер етуі мүмкін деп. Бірақ бұл фильм 18+ болғасын өлтіру сценаларын аямай тұрып жасаған, және сол үшін режиссерлерге респект. Өйткені қазіргі уақытта цензураға қарсы шығу бұл режиссерлердің мықтылығын айтады. В общем, бір сөйлеммен Логан деген бұл өте сапалы, қызықты, аянышты, дерзкий фильм. Қарамаған болсаңыздар, достар, қараңыздар. Бірақ айтып қойын, 18+. Төртінші орында, достар, мен Побег из Шоушенка деген 1994 жылы шыққан фильмге бергім келіп тұр. Бұл фильм баяғыда атан заманда шыққанмен, қазіргі уақытта да адамға берер мотивациясы бар. Мен өзім осы жыл бұрын қараған болатынмын осы фильмді, және қарағаным үшін мүлдем өкінбеймін. Өйткені бұл фильм шынымен де өте адамды ойландыратын, өте мағыналы фильм. Мен, достар, фильмді қарағанда біршама эмоция алған болатынмын. Фильм адамға өмірге деген құштарлықты оятады. Қаншама сен өмірін жаман болса да, сен түрмеде болсан да, адамдық қасиетіңді ешқашан ұмытпауың керек. Адам өз қалаған арманына барлық күшімен қол жеткізуге тырысатын болса, бір күні ол арманында орындалады. Адам не болса да өз арманына сену керек. Қандай жаман жағдай болса да берілмеу керек. В общем, достар, сіздер бұл фильмді өздеріңіз көрулеріңіз керек. Бұл фильмде өте үлкен мағына. Және де, достар, актерлар өз рөлдерін өте тамаша ойнаған. Соның ішінде Морган Фриман мен сүйікті актерларының бірі деп айтуға болады. Өте жақсы ойнады өз рөлін. Бұл шынымен де әрбір адамның өзіне берер мотивациясы бар фильм. Сол үшін, достар, обязательно қараңыздар. Рекомендую. Үшінші орында, достар, мен осы 8 ай бұрын шыққан Ано фильміне бергім келіп тұр. Сіздер бәрін өзі білетін шығарсыздар бұл фильмді. Өйткені, достар, Ано фильмі шыққан кезде өте үлкен хайп болды. Бұл фильм рекорд жасаған болатын ужастик жанрында прокатта $500 миллион жинап. Иә, фильм шынымен де өте сапалы және қорқынышты шықты. Бәлкім мен кинодан қарағасын қорқынышты болған шығар. Айта алмаймын, мен қатты қорықтым деп, бірақ сәл шошынып кеткен жерлерім болды бір-екі жерлерінен. Көбінесе фильм маған сюжетімен, керемет кадрларымен, графикасымен және әрине Пеннивайзмен қатты ұнаған болатын. Пеннивайздың рөліне шынымен де жақсы және талант актерді алыпты. Өте керемет грим және актерлық ойын, жалпы барлық балаларда рөлдерін өте жақсы ойнады. Егер, достар, сіздер сапалы, қызықты сюжеті бар ужастик көргілерің келсе, осы Ано фильмін қараңыздар. Достарымен, қыздарымен, бәлкім өздеріңізде қарауларыңызға болады. Қарамасаңыздар әлі, конечно.
Ал екінші орында достар, мен Волк Сол Стрит деген 2013 жылы шыққан фильмге бергім келіп тұр. Мен бұл фильмді осы 1-2 жыл бұрын көрген болатынмын. Фильмнің басты кейіпкерін Леонардо Ди Каприо ойнаған болатын. Осы фильмде Леонардо Ди Каприо маған өзінің харизмасымен өте жаман таңғалдырған болатын. Барлық жан дүниясын салып ойнағаны көрініп тұр. Негізі Леонардо Ди Каприо мықты актер. Мен ең жақсы көретін актерларының бірі деп те айтуға болады. Фильм туралы айтатын болсақ, фильм бір сөзбен охуенный. Бұл фильмде не көрсетпейді тек қана. Брокерлер адамдарды алдап ақша тауады. Плюс 18 сценалар әрине. Бірақ осы барлық фильмде болатын безумия сценаларға қарамастан, фильмде мораль, мағына бар деп те айтуға болады. Өмір бойы адамдарға жамандық жасап, ақшаны ұрлап өмір сүрдім бе, бір күні сол жамандықта өзіне оралады. Өмір деген бумеранг сияқты ғой. В общем, типа осындай мағынасы бар. Егер сіздерге қызықты, көңіл күйлеріңізді көтергілеріңіз келсе, осындай драйвовый, күшті кино керек болса, осы Волк Сол Стрит фильмін қараңыздар обязательно. Әрине достар, плюс 18 болса. Тан-та-там, ал енді бірінші орынға да келіп қалдық достар. Не екен білмеймін, бірақ мен бірінші орынға баяғы сол Гарри Поттер фильмін қойғым келіп кетті. Иә достар, бәріңіз де білетін шығарсыздар, бұл керемет балалық шақтың фильмін. Мен бәлкім ностальгия болғасын қойып қойған шығармын бұл фильмді бірінші орынға, бірақ негізінде айтатын болсақ, бұл фильм әрқашанда маған ұнаған. Сюжет жағынан да, атмосфера жағынан да, локацияларды өте керемет болған. Особенно Хогвартс мектебі мен қатты ұнататынмын. Және бұл фильмдегі атмосфера, әртүрлі магиялар өте керемет қызықты болды. Кәдімгі қарай бергің келеді достар, өйткені фильм шынымен де өте сапалы және әдемі жасалған. Актерлер де өз рөлдерін өте жоғары деңгейде ойнаған. Ең бірінші бөлімнен соңғы бөлімге дейін сіздер сол үш басты кейіпкерлердің және басқалардың да өскендерін көресіздер. Иә, өкінішті достар, қазір уже Гарри Поттер шықпайтынына. Әр уақытта мен ескі бөлімдерін телевизордан немесе тағы да басқа жерден көріп қалсам, сразу отырып аламын да қарап кетем. Өйткені балалық шақтағы қараған фильм жүректе бір жылы сезімді қалдырады. Бұл фильм туралы көп айтуға болады, бірақ оның бәрі керек емес шығар деп ойлаймын. Бәріңіз де білесіздер ғой бұл фильм туралы. Әлемдегі ең танымал фильмдердің бірі Гарри Поттер шынымен де өте керемет ұмытылмайтын балалық шақтың фильмі. Бірінші орынды заслуженно алды деп ойлаймын ал. Және достар, тағы да бір шама өзіме ұнаған фильмдерді ұсынғым келіп тұр. Бұлар Бойцовский клуб, Малыш на драйве, Лицо со шрамом, Крестный отец, Кингсман, Начало, Остров проклятых, Выжившие, Джанго, Зеленая миля, Один дома, Джуманджи, және тағы да басқалары, қалғандар әлі есіме түскен жоқ. Ал достар, осымен аяқтаймын бұл видеоны. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Солай болса, лайктарыңызды басыңыздар. Давайте достар, 2000 лайк жинап тастайық. Комментарийға достар, өздеріңіздің 5 сүйікті фильмдеріңізді жазыңыздар, мен оқимын. Және достар, мен инстаграмға тіркелген ұмытпаңыздар. Мен анда өзімнің фотоларым салып тұрамын, сіздер маған сообщение жаза аласыздар. Короче, ссылка с описанияда. Ал осымен аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Ал давайте келесі кездескенше сау болыңыздар.